Қайырлы күн баршаларыңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсемай. Бүгін осындай американдық пончиктерді дайындайтын боламыз. Барлығын арнайтыны сөзсіз. Балаларыңызға жасап берсеңіз жұп-жұмсақ және дәмді болып шығады. Ал кеттік. Алдымен қамырын илейтін боламыз. Қолмен илеуге болады. Мен миксердің көмегімен илегелі жатырмын. Алдымен жұмыртқаны, қанттың ішінде менде ванильді қантты қостым. Ванильный экстракт қосаңыз да болады, және де дрожь, яғни ашытқы сосы, жылы сүт болуы керек. Жылы болғанда сәл ыстықтау болу керек. Суып қалса сіздің қамырыңыз көтерілуі қиын болады. Және де ашытқыңызда менде пак маяның дрожжы жақсы, сапасы жақсы болғаны дұрыс. Онда қасықтап отырып саламыз. Барлығын салып жіберуге болмайды, қатты болып шығады. Енді осы бір иленгеннен кейін кері қайтара бөлме температурасында сары маймен тағы илеп шығамыз. Қолмен илеп болған соң, яғни дәл осылай сары майды қайтадан илеп шығасыз. Мінекей, қолға аса жапса қоймайды. Бетін пленкамен жауып, жылы жерге 1-2 сағат көлеміне қоямыз. Мінекей, қамырымыз екесе ұлғаюы керек. Енді үстін қатты басып, үлпілдеп тұрған қамырды үстін бастамаймыз. Жай нәзік түрде осылай жайып шығамыз. Қатты жайылуы да керек емес, 1-3-4 мм болу керек. Үйде не бар осындай формалы домалақты, дәл осылай домалақты форма жасап шығамыз. Және де 20 минут, 30 минутқа қойып қойсаңыз болады. Бетін жауып, сол кезде үлпілдек болып шығады. Қатты отта табамызды қыздырып аламыз, яғни майымызды қыздырып аламыз. Сосын қызып болған соң отты орташа отқа қоямыз. Сол кезде пончиктеріміздің арасы шикі болмайды. Негізі шикі болмау керек. Бұл жерде екі ереже бар, яғни пончиктерімізді 20-30 минут демалдырып алдық. Сосын барып орташа отта пісіріп жатырмыз. Сондықтан арасы шикі болмайды. Соны ескергендеріңіз дұрыс. Осындай алтын түсті, янтарный түсті болғаны піскенін білдіреді. Мінекей, қараңыздар, арасы воздушный дейміз ғой, үлпілдек болып шықты. Мына жерде шоколадты ертеміз. Бұл жерде бельгийский шоколад. Сіз яғни молочный, плиточный шоколадтарды қолдансаңыз болады. Мына жерде сливки құйдым. Яғни шоколад 100 мг, ал сливки 50 мг ертіп аламыз. Бұл жерде ағарту үшін диоксид титананы қолдансаңыз болады, немесе осылай сарғыш түсті болуға да болады. Және де әртүрлі түске бояу арқылы, мен сол шоколад үстіне қосу арқылы пончиктерді бояп алдым. Осындай посыпкалар, шоколадтарды қолдансаңыз болады. Осындай дәмді пончиктерді жасап балаларыңызды қуантыңыздар. Менің арнама тіркеліп, сұрақтарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен бірге болған Әсемай.